Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы химиялық элементтердің периодтық жүйесінің құрылымы. Оқу мақсаты периодтық кестенің құрылымын, топтар мен периодтарды білу және сипаттау. Кез келген адамдарды белгілі бір мекен жайы бойынша мемлекет, облыс, қала, көше, үй немесе пәтері бойынша тауып алуға болады. Егер оны қағаз бетіне түсіретін болсақ, оны карта деп атаймыз. Ал химиялық элементтердің мекен жайы дегенді қалай түсінесіздер, балалар? Дұрыс айтасыздар. Яғни химиялық элементтердің мекен жайы ол химиялық элементтердің периодтық жүйесі болып табылады. Қазіргі кездегі периодтық жүйеде барлық элементтер рет бойынша нөмірленген. Элементтердің нөмірін реттік немесе атомдық нөмір деп атайды. Химиялық элементтердің периодтық жүйесін құрастырудағы негізгі қағида барлық элементтерді периодтар мен топтарға бөліп орналастыру. Элементтердің периодтық жүйесі 7 периодтан және 8 топтан тұрады. Тігінен орналасқан элементтердің қатарын топтар деп атайды. Периодтық жүйеде 8 топ бар. Оларды рим сандарымен белгілейді. Әр топ өз кезегінде негізгі және қосымша деп бөлінеді. Мысалы үшін, бірінші топ сілтілік металдар деп аталады. Екінші топ сілтілік жер металдар деп аталады. Алтыншы топта орналасқан элементтер халькогендер деп аталады. Жетінші топта орналасқан элементтер галогендер деп аталады. Ал 8-ші топта орналасқан ол инертті газдар. Кестесіндегі тік бағандар топтар деп, ал көлденең қатарлар периодтар деп аталады. 1-ден 18-ге дейін нөмірленген 18 топ бар. Бірінші, екінші және 13-ден 18-ге дейінгі топтардағы элементтер негізгі топ элементтері деп аталады. 3-ден 12-ге дейінгі топтарда орналасқан элементтер өтпелі элементтер деген атпен белгілі. Периодтар деп аталатын көлденең қатарлар периодтық жүйеде 1-ден 7-ге дейін жоғарыдан төменге қарай нөмірленген. Лантаннан кейінгі оған ұқсас элементтер лантаноидтар қатарын түседі. Тағы бір қатар актиноидтар қатарына актиниден кейінгі оған ұқсас элементтер кіреді. Әр қатар атомдық нөмірлері ретті түрде артатын 14 элементтен тұрады. Шартты түрде екі бөлікке бөлейік. Сызықтың сол жағында орналасқан элементтер металдар, ал оң жағындағылар бейметалдар. Бейметалдардың қасиеттері алуан түрлі және олар сыртқы түрімен де ерекшеленеді. Азот, хлор, оттек пен сутек газдар. Бром қоңыр сұйықтық, фосфор, йод және күкірт қатты заттар, әрі олардың әрбірінің өз түсі бар. Металдардың бірқатар ортақ қасиеттері бар және оларды көбіне ажырату оңай. Сызық бойымен орналасқан элементтер жартылай металдар немесе металлоидтар деп аталады. Олар металдардың да, бейметалдардың да кейбір қасиеттеріне ие. Металлоидтарға мысалы бор мен кремний жатады. Екі элементте балқу температурасы жоғары мұрт сынғыш қатты заттар. Металлоидтар салыстырмалы түрде электр тогын нашар өткізеді. Сондықтан оларды жартылай өткізгіштер деп атайды. Кремний ең маңызды жартылай өткізгіш. Ол электронды чиптер Химиялық элементтердің периодтық жүйесінде әр элементтің орны бар. Мысалы үшін кальций элементін қарастырайық. Кальций элементінің реттік нөмірі 20, атомдық массасы 40-қа тең. Периодтық жүйеде 4-ші периодта орналасқан. Топ нөмірі 2. Кальций элементі бізде металл болып табылады. Келесі көміртегі. Көміртек реттік нөмірі 6-ға тең. Атомдық массасы 12. Периодтық жүйеде 2-ші периодта орналасқан. Тобы 4. Яғни 4-ші топтың А тобындағы орналасқан бейметалл. Ал енді балалар оқу мақсатына қол жеткізу үшін
келесі тапсырманы орындаймыз. Яғни жұмбақты кесте. Берілген элементтерді бос кестеге толтырыңыздар. Элементтің реттік нөмірін, агрегаттық күйін, металл, бейметалл екенін болжап, кестеге жазыңыз. Назарларыңызға рахмет.